күн 29 сәуір. Бүгінгі күннің есебін айтып өтейін. Бүгінгі күн қалай өтті? Керемет өтті. Бірақ нақтырақ айтайын, машалла. Нақтырақ болсын. Нақтырақ. 29 сәуір. Мен ояндым. Көзімді аштым. Үйде ешкім болмады. Немесе болды. Немесе кетіп қалды. Ол есіме жоқ. Бүгін мен өзіме керекті белгілі бір ақпаратты оқыдым, жаттадым, қайталадым. Бірақ қандай ақпарат екенін айтпаймын, ол бәрібір қызықсыз болады деп ойлаймын. Мен тек қана барлығына қызықты болатын ақпаратты айтқым келеді. Қазір түнгі уақыт. Бүгінгі күн негізі керемет өтті. Мен көп заттарды жаздым, оқыдым, бүйттім, сөйттім. Бір жаттығулар жасадым. Осымен бүгінгі есепке жетті деп ойлаймын. Және де қараңдар, менде не бар. Бұл бір нәрсе. Қазір көрсетейін, бұл не істейтін. Негізі бұл түннің ортасында немесе таңертеңге қарай, таңғы уақытқа қарай сені түсіңде оятатын бетперде. Мен бұны алып, бірақ та онша қолдана алмадым, себебі ұйықтау өте ыңғайсыз. Бұны киіп алғанда білмеймін, бір түрлі ұйықтай алмайсың, қысып тұрады ма сондай. Бірақ бәрібір де қолданып көру керек. Жалпы мен түске өте қызығам, қатты қызығам. Жалпы түстен адам өмірінде ешқашан естімеген, ешқашан өңінде миының нейрондары жете алмайтын бір ақпаратты түсінде көреді деп ойлаймын. Ондай жағдайлар менің өзімде де көптеп кездескен. Және де мен түсімді соған байланысты күнде жазатынмын. Күндегі түсімді жазғаннан кейін оны түстерімді есте сақтау да оңайырақ болады. Және бұл өте қызықты тақырыптардың бірі. Және де шамамен 2 жылдай бұрын жазда мен таңертең тұрып әр күні осындай өзім басқарылатын түстерге кіруге тырыстым. Әр күні. Және де мен шамамен 10 рет немесе азырақ немесе көбірек, бірақ өзімнің түстерімді басқара алдым. Ол негізі керемет сондай тәжірибе береді, өмірлік тәжірибе. Және де сен белгілі бір қорқыныштарың болса, динозаврлардан қорықсаң, немесе психологиялық бір мәселелерің болса, түсіңде оны шешуге және де өзіңнің қорқыныштарыңды осы түс арқылы жеңуге болады деп ойлаймын. Жалпы қызық болса, ол туралы көптеген ақпараттарды оқысаң болады. Сол үшін сен де қызық.